Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Менің есімім Беркінбай Кәусар Оралбайқызы. Мен Жамбыл облысы Қордай ауданы Арал ауылы номер 25 негізгі мектебінің 5 сынып оқушысымын. Мен бүгін сіздерге Жайшыковтар жанұясымен бірге Абай шығармаларын білгенге маржан атты видеомды ұсынамын. Ұлы Қазақстан бүткіл Абай Құнанбаевтың тойын тойлап жатыр. Ал балаларым, сіздер мектепте қандай шығармаларын үйреніп жатсыңдар? Иә, ата, менің бір Абай Құнанбаевтың қыз өлеңі бар. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр мақал, танымал тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жер сықырлап келіп қалды. Жарайсың балам. Әне. Ал ата, мен Абай Құнанбаевтың ғылым таппай мақтанба өлеңін білем. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуден, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрседен асық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмір алдыңнан, оған қайғы жесеңіз, өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанды білсеңіз, талап еңбектерің ой, қанағат рахым ойлап қой. Жарайсың балам. Ата, әже, мен Абай Құнанбаевтың 7-ші қара сөзін білемін. Адам анадан туғанда 2 түрлі мінезбен туылады. Біріншісі жаман оймен, ол ішсем, жесем, ұйықтасам, жатсам деген мінезбен. Ал екіншісі көрсем, үйренсем, білсем, соны істесем деген мінезбен туылады. Және де Абай Құнанбаевтың көзімнің қарасы өлеңі. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтың жарасы. Міне достар, сіздерге арналған видеом аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Сіздермен болған Абай Құнанбаевтың шығармаларын сүйіп оқитын қыздарыңыз Беркінбай Кәусар.